Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біздің студияда қонағымыз этнограф, тазы жүгіртіп, ит жүгіртіп, құс салып жүрген нағыз серілердің жалғасы бір кездегі Ұлағат Қанзада. Бүгінгі әңгімеміз қазақтың дәстүрлі аңшылығы туралы болады. Ұлағат, студияға қош келіпсің. Енді маған сұрақ қойғызып, әуре қылатын жігіт емессің. Әңгімені жібере бер. Әңгіме басы әрі де болып тұр ғой. Бұл жаңа өзің айтып отырған дәстүрлі қазақтың аңшылығы деген өзі бір жеке әлем, жеке бір таным. Қазір қазақтың аңшылық танымының жойылып кеткендігі сондай, енді қит етсе жаңа проблема айтады, ойбайлай береді деп көрермен ренжімесін, бірақ қазақтың аңшылық танымының жойылып кеткенінің бір көрінісін қарапайым күнделік қолданыстағы сөздердің түп негізін, формасын, мағынасын ауыстырып өзгертіп алғаннан байқауға болады. Мысалға, қарапайым ғана қазақта бір нәрсе ерсі көрінеді дейтін сөз бар. Енді ол ерсі көрінеді деген сөздің аңшылыққа қатысы қандай деп те ойлауы мүмкін көпшілік. Бірақ тарқатып айта кетейін. Көпшілікті қойып мен ойлап отырмын, ерсі көрінетін не сөз ол деп. Енді сен ойлай қоймассың. Дәмеге тұздық болсын дегенде тілек шығар, ал бірақ ерсі көрінеді деген бір нәрсенің, бір істің оғаш көрінетін дүниесі. Сол қарапайым мына ит жүгіртіп жүргеннен кейін, тазы ұстап жүргеннен кейін, әдетте тазының жауырыны, жамбасынан, жаясынан биік болып тұрған тазыны қазақ аса қатты сүйсініп ұната қоймайды. Өйткені себебі жалпы алды биік, арты жатаған дүниенің қай кезде де қатты жүгіріп береке бермейтіні белгілі. Енді ат ұстап жүрген, талай атбегілермен пікірлесіп дидарласып жүрген өзің де оны жақсы білесің. Сонда жылқы малындағы шоқтығы деген дүние жүгіретін итте әдетте тазыда қазақ оны ерсі деп айтады. Енді ерсі көрініп тұрған тазы ол жүгірмейтіні белгілі ғой. Ал кейіннен сол сөздік форма түпкі мағынасын жойып алды да жай бір оғаш, бір қисынсыз көрінеді деген мағынадағы сипатқа ауысып кетті. Бұл сөздің ішкі мәнінің ауысуы. Ал ол ішкі мән неге ауысады? Ауысатын себебі тазыны айырып танып, соның мүшесінен сүйек бітіміне бағалап, қарап, дәл соның күшігінен ажыратып ұстайтын адамдар, ақсақалдар сиреп кетті арамызда. Жоқ, енді сөзің аузыңда, Ұлағат. Қарапайым сұрақ қояйыншы. Қазір дүрегейменен қазақы таза тазыны ажырата алатын адам бар ма өзі? Неге жоқ? Бар, Құдайға шүкір. Енді дүрегей дегеннен шығар. Жалпы бала күнімізден иттің тәуірін, аттың тәуірін, құстың тәуірін көріп өстік. Әкелеріміз ұстады, аталарымыз ұстады деген секілді. Нағашыларым да былайынша сол қазақтың аңшылық танымын ішінен кеміріп, майын ішкен адамдар. Сонда бір қазақтың танымында керемет нәрсе, қазақ не нәрсені бөлсе де жетіге біледі ғой. Енді жіктегенде әдетте тазының қаншығына төбеттің арланы қосылып кетсе, одан түскенде төбеттің болсын, жалпы төбет шатыс басқа иттің болсын, арланы қосылып кеткенде қазақ қайын қаптал дейді. Оның тұрқы тазыға тартып туғанмен, бірақ тазыдан сәл ірілеу болады. Ірілеу болғанда тіпті жуан сүйек. Кейде шамадан биік болып, жуан сүйек болып кетеді ғой. Жуан сүйек болып кетеді. Бірақ ол жуан сүйек болғанына қарамастан шалымды болады. Бір ғана айы бар, қомағай болады. Төбеттің табиғаты бар ғой. Табиғаты бар. Екі жақтан да мықтысын алады. Ал енді керісінше төбеттің қаншығына әдетте тазының арланы қосылып кеткен жағдайда ондайды қазақ дүрегей дейді. Енді дүрегей мен қайын қапталды қалай қоссаңыз да ол екеуінің ортасынан көпек туады. Ал көпек пен көпектен алапар түседі дейді. Алапар мен алапардан барақ түседі дейді қазақ. Енді ол барақ алтын жығаны болатын. Неге барақ деп айтады? Біздің мысалға батырларымыз бар. Ал бірақ барақтың бір қасиеті бар. Бұл күшігінде таланған нәрсен өскенде кегін қайтар. Сонда кегіне қатқан кегіне берік болғандығынан барақ дейді. Негізі барақ па жоқ әлде барақы ма? Қазақ көп жағдайда барақы ит дейді. Қ бар аяғы. Барақы ит деп айтқанмен, бірақ ауызекі нұсқада енді айтылу нұсқасында көбіне барақ деп санамызға сіңісіп кеткен. Дұрыс, түбір нұсқасында жазылу жағдайында барақы. Ал бірақ енді ол жаңағы кегіне қатқан сондай бір кекшіл тұқымды қазақ ұстаған. Оны барлығы ұстаған. Бірақ барақ ит тазы болып түлкі алмайды.
мойнына алтын қарғы таққанменен дейді. Яғни ол жерде оның жүгірмейтіндігін, ешқандай аңға жете алмайтындығын айтып отыр. Тек алып күштің иесі, содан кейін жүрегінде қатқан кек бар. Сол кектің арқасында ғана өмір сүретінін көбіне қабаған сипатта айтып отыр ғой енді. Ал енді осындай нәрселерді ажыратып білетін небір мықты мамандар әлі де бар. Мамандар деп айтатын себебім айшықтап. Өйткені олар қарапайым мал шаруашылығымен айналысып отырған шаруадан бөлек, қарапайым мынау саятшыдан бөлек, олар тіпті қазір кез келген кинолог алдына келсе, сол кинологтарды тосырқатып, шіркін-ай дегізетіндей мамандар. Ондай мамандар әлі де ілуде біреу болса. Қазір тұра тұр. Ол маман деген негізі біздің мынау ғылыми классикалық тұрғыда алсаң, ол кәдімгі иттану ғылымын зерттеген, болмаса иттану университетін бітірген маман деп есептелу керек. Ал бізде иттану университетін қойып, жылқытану институты жоқ. Сен қайтып оны мамандар деп айтпақшысың сонда? Мамандар деп айтып отқан себебім әңгіме жаңағы. Қазіргі заманның өлшеміне салсақ, барлығы сол есектің ерте оғындай бір жапырақ қағазға байланып қалған дүние болды ғой. Ал бірақ біздің бұрынғы маман деп айтқан, біздің бұрынғы академик деп айтқан, біздің бұрынғы керемет тұлғаларымыздың ешқайсысында ондай қағаз деген дүние болған емес. Мен сол танымға сайып айтып отырмын да, әйтпесе шыны керек. Бәсе мынау иттану институтын ашып тастады ма деп ойлап қалсам. Шыны керек, бізде бұл өте жанды жерден ұстап тұрсың негізі. Қазақ даласында қазір жаңағы өзің айтып отырған жылқы тұқымдарын болсын, мына ауыл шаруашылық саласында қазақтың өзіне тән, мәселен, мына қой шаруашылығы болсын, сиыр шаруашылығы, бұлардың барлығы жеке-жеке түр, жеке-жеке тұқым ретінде бекітілмегеннің бір себебі, жаңа өзің айтып отырған соны танитын, соны зерттейтін, соны әрі қарай жетілдіретін институттардың, университеттердің, академияның жоқтығынан болып отырған шаруа. Оны енді біз осы уақытқа дейін ауыл шаруашылық министрлігіне де, ұлттық спорт федерациясының мамандарына да барлығына батырып өткізіп айтқан кездеріміз болды. Алайда енді бәлкім қолы қысқа шығар, бәлкім бюджеттен қаражаты бөлінбейтін шығар, ол енді екінші мәселе. Ал бірақ жаңағы айтып отырған неге маман жоқ дегендегі, маман жоқ емес бар. Бірақ сол мамандарымыздың маман екенін дәлелдейтіндей бізде бір кешенді бағдарламалар жоқ деп айтсақ жарасатын шығар. Дұрыс. Мысалы, қазір әлемде 256 түрлі жылқы бар, бірақ соның ішінде қазақ жылқысы деген тұқым жоқ. Тұқым ретінде тіркелген жылқы жоқ. Қазақ жылқысы, әйтпесе біз бөркімізді аспанға атып қуанамыз. Мысалы, бізде ең алғашқы жылқыны үйреткен біз деп кеудені үшкіртаспен ұрғанда ешкімге есе жібермейміз. Бірақ бізде пайданы қойып, бізде зиян да жоқ одан. Сол секілді, мысалы, қазір таза қазақ тазыны алуға селекция жасап отырған жігіттер бар ма бізде? Осы аңшылық саласы бойынша. Қазір жерде, облыс бойынша, облыс орталықтары бойынша айтайын, кем дегенде 100-150-дің айналасында кәдімгі энтузиаст өзінің ынта жігерімен, ерік ықыласымен таз ұстап жүрген жігіттер бар. Солардың барлығын демей-ақ, солардың 25-30%-ын мен селекционер деп айтар едім. Неге? Өйткені себебі бір жерден бір жақсы қасқыр алған тазының тұқымын көріп қалды делік. Мысалы интернеттен болсын, әлеуметтік желілерден болсын көріп қалады, соның тұқымын алуға ол барын салады. Өйткені себебі өзінде ондай тұқым жоқ болуы мүмкін. Сөйтіп сол тұқымды алады, алғаннан кейін сол тұқымды әрі қарай дендеп өсіреді. Ал енді сол оларды өсіріп отырған, ол ешқандай мемлекеттен бір тиын ақша алып отырған жоқ қой. Бірақ олардың барлығы селекционер. Яғни солардың мейлінше тұқымының тазара түсуіне, алғырлығының, жалпы жұмыс істеу қабілеттерінің арта түсуіне ерекше бір ықыласпен, жан тәнмен, бейілімен беріліп жұмыс істеп отырған жігіттер. Олардың барлығы селекционер деп айтуға толық хақым бар. Мысалы, біз мына жылқы туризмімен айналысып жүрміз ғой. Қазір енді мынау Берік Ақылбеков деген кісі бар, уже 6 жылдан бері қарай өз еркіменен, өзінің қаржысыменен анда-мұнда жүріп жүрміз атпен. 2 жыл болды, мен де қатарларына қосылдым солар. Содан енді біз мынау халықаралық жылқы туризмі деген не бар, федерация бар. Соған біз тіркеле алмай отырмыз. Өйткені бізге мемлекеттен қолдау жоқ оған тіркелетіндей. Ал сен енді менен қарағанда ит баққан жігітсің ғой. Сіздер халықаралық кинология орталығына, федерациясына тіркелдіңіздер ме?
халықаралық кинологиялық орталыққа тіркелуге қатысты қазір үлкен жұмыстар жүріп жатыр. Жер жерде Алматы облысы жақсы әрекет жасап жатыр. Ақтөбе, сосын осы Астана қаласы, Қарағанды, Павлодар. Бұл төңіректің жігіттерінің барлығы, аңшылардың барлығы бірігіп, топтасып, қазір ортақ әлеуметтік желіде топтар бар біріккен. Сол топтарда түрлі мәселелерді ақылдасып жатыр. Бірақ бізді қинап отырған бір нәрсе бар. Жаңа өзіңіз айтқандай, бұл мәселені белгілі бір мемлекеттік ұйым қолына алса, бір бас аяғы бір жыл, бір жарым жылдың ішінде бітіп кететін шаруа. Жақсы. Бірақ сол шаруаны нақты мен мынаны қолыма ала қояйыншы деп біз сендер ұсыныс жасаңдар дегенсін біз ұсыныс жасағанбыз. Сол ұсыныстың негізінде жарайды жігіттер, міне сендердің ұсыныстарың негізінде осы мәселені біз жетекші болайық, мұрындық болайық, сендер бізге еруліге қарулы соңымызда жүріп берсеңдер болды деп айтатындай бір мемлекеттік мекеме болмай тұр. Ол енді қарындаштыратын нәрсе. Енді жақсы, біз мал жылқы деп мал шаруашылығына қараймыз. Ит шаруашылығы жоқ қой. Министрлік, қай министрлікке қарайсыңдар сендер? Мәселе сол кинология деген жалпы әлемде бұл кез келген мемлекеттің ұлттық спортымен қатар жүретін дүние. Яғни атқа мініп аң шалдырып, тазыға, ерткен тазыға бірдеңені көрсетіп алдыра қою деген үшін жоқ дегенде бір 25-30 шақырым жүру керек. Дым болмады дегенде жай әшейін тазы бір серік бойын жазып бойындағы энергиясын шығару үшін. Ал енді кейде 50-60 шақырым жүріп кететін жағдайлар болады. Тау тасты кезіп, ағаштың арасын деген секілді. Сондай жағдайдың барлығын бұл спорттық жаттығулар ретінде бекітіп беретін болса, енді біз кинодром деген нәрсені айтпай-ақ қояйық. Кинодром бермей-ақ қойсын бізге мемлекет. Ең құрығанда мынау этноауыл секілді ипподромдардың біреуін аптасына бір рет, екі рет соны пайдаланып тұруға, тазыларды мынау шырғаға тартып, күшік тазыларды ауыздандырып жүгіртіп тұруға мүмкіндік берсе, соның өзі жеткілікті. Негізі ауыл шаруашылық министрлігіне 2007 жылы ұмытпасам біраз азаматтар, осы тазы ұстап жүрген азаматтар, саятшы жігіттер, тазының қазақ тазысының стандарты деген стандартты бекітіп берген болатын. Бірақ кейіннен ол қайтадан өзгерістерге түсті, түрлі даулы мәселелер болды. Сондай даулы мәселелерді шешу үшін бірнеше конференция ұйымдастырды. Обалы керек, ауыл шаруашылық министрлігі, ұлттық спорт федерациясы бірлесіп. Бірақ бізде конференциялардың деңгейі қандай? Бізде конференциялардың көп жағдайда деңгейі жалпы шерменде халық жиналып алып, көкірегіндегі шерін тарқатып қайтады бітті, бірақ мәселенің шешілетін түйіні жоқ. Нақты сондай шешуші адамдарға баратын болса, кез келген жағдайда сол азаматтардың жанынан табылуға дайын жігіттер бар. Осы бір кезде анау қазақ СССР-ның энциклопедиясына кірген Тұйғын деген атақты тазы болды. Өзің жақсы білесің оны. Иә. Қазір бәлен жерде осындай бір атақты тазы бар екен деп неге шықпайды сондай? Әлде халық ондайға қызығудан қалды ма? Халық қазір ондай нәрсені тікелей шоу ретінде, дайын сюжет ретінде дайындап беріп көрсетпесең, өздігінен шығып бәлен жерде сондай салбұрын болып жатыр екен, бәлен жерде сондай тазыларды шырғаға тартып ауыздандырып жатыр екен деген шараларға бара қою қиындау болып болды шыны керек. Әйтпесе сол Тұйғынның қазақ даласында тұқымы сақталмады десек, онда біз өтірікші болар едік. Тұйғынның қазақ даласында тұқымы жетеді, және қазіргі қасқырға өжет жанын салып барып жүрген тазылардың және қасқырды бұра тартып көтеріп әкетіп жүрген тазылардың барлығының түп атасы Тұйғын деп мен еркін айта аламын. Ондай тазылар қазір де жоқ емес. Мәселен мына Қалекеңнің марқұм былтыр қайтыс болған сары тазысы, жаңағы Сұргейік деген тазысы. Болмаса Құсбек дейтін ағамыздың екі ұялас, екі қара арланы бар. Мына шетте Айғыржал деген жерде 70 деген жігіттің Тұйғын Қандауыз дейтін екі тазысы бар. Олар батыр тазылар. Мына бер жағында Шопа деген ауылда Есбол деген жігіт отыр, аударыспақта 8 дүркен жігіт. Сол Есболдың мәселен жаңағы үлкен тазылардан, сол баяғы Тұйғындардан келе жатқан тұқымы ғой енді линия. Сол линиядан сақталып қалған Домалақ дейтін тазысы бар. Ақбілек Таскөз деген тазылары бар. Енді ол тазылардың барлығы да аңыз қай-қайсысы да, Оқасып Төлеген дейтін ақсақалдың мәселен Көкдауыл дейтін тазысы да бүкіл республиканың бірталай жерінде өзінің орнын ойып тұрып алған, кәдімгі айшықты мен деген тазылардың бірі да. Бірақ өкініштісі сол, сондай тазылардың тұқымын, сондай тазылардың дерегін өзіміз көрсете алмай отырмыз. Көрсете алмай отыратын себебіміз жаңағы халықаралық
деңгейде бір материал жариялайын десең, бұл міндетті түрде сайттардың барлығы сайт. Бұл қандай тұқым, қандай түрге жатады дейді. Яғни ол жерде ол ауған тазысына жатқыза алмайсың оны қырғыздың тайғанына әйтсе қырғыздың тайған деп жүрген қазақтың тұйғын деген сөзі ғой енді. Тұйғын деген бөрібасар деген сөз. Және бөрібасар тазыларға ғана қазақ тұйғын деп ат қойған әдетте көбіне. Сондай атауда, ал енді оны біз бекіттірейік десек, оған әлі әзірге мойын бұрып, мойны жар беріп, соған бір иек артып бізді емексітіп отырған адам әзірге көріне қоймайды. Неге мемлекетке қол жая беру керек? Мемлекетке қол жаятындай дүние емес. Біз мәселен қазір халықаралық кинологиялық орталық деген бар. Сол халықаралық кинологиялық орталықтың талаптарына толық сәйкес келетін тазыларды жинап отырмыз. Бірақ бізді жеке ұйым ретінде тіркемейді. Енді бір қызығы Қазақстанда Союз кинологов Қазақстана деген одақ бар. Бұл одақтың қызығы былтыр емес, бұрнағы жылы Ресей Федерациясы Қазақстанның тазысын Орта Азия тазысы деп бекітеміз деген бір шу шығарған, даулы әңгіме шығарды. Оған шамамыз жеткенше қарсы болып көлемді мақала жаздық деген секілді. Қарсылығымызды таныттық. Сонда бұлар, сендер жарайды, өздеріңде тазы жоқ, соншама тазының дерегін қайдан аласыңдар деген сұрақ қойған кезде Ресей Федерациясының кинологиялық орталығына, біз Қазақстанда Алматыда біздің филиалымыз отыр дейді. Сол филиалға тіркелген тазының барлығы Ресей Федерациясының тазысы деп тіркетеміз дейді. Енді сіз қызықты қараңыз, былайынша бір мемлекеттің ішкі шаруасына сыртқы мемлекет келіп иек артып, оны менікі деп меншіктеу деген енді ұлттық қауіпсіздік деңгейінің араласатындай, сондай деңгейде құпияны сыртқа шашатындай бір қылмыс қой енді. Ал бұл неге? Өйткені себебі ол ұлттық құндылығын көрінген қолжаулық қолын сұға беретін болса, онда біздің ұлттық құндылығымызда не қадір, не қасиет қалды? Әңгіме осында. Осындай қарапайым бір кілтипандар болады. Сол кілтипандар кейде біздің көп шаруамызды нөлге айналдырып кетеді. Жақсы, енді Ұлағат, қарашы, жай қарапайым бұл аңшылыққа, әсіресе тазы жүгіртуге қызықпайтын адам ретінде сұрақ қояйын да. Ешқандай тіпті қарапайым тазы менен төбетті айырмайтын адам ретінде қандай пайда бар тазыдан? Мысалы, кез келген көрермен сұрауы мүмкін. Тазының жүгіріп жүрсің ғой, тазымен бірге жүгіріп жүрсің, қандай пайдасы бар деуі мүмкін. Тазының пайдасын туралы сөз айтпақ бұрын, мына мал шаруашылығымен айналысқан адамдар, бұның пайдасы шаш етектен. Неге деңіз? Мәселен, қалың тау-тастың, шілікті орманның, қарағанның, жаңағыдай азулаң мен тырнақтаңның қатар жортқанда бойы көрінбейтіндей сайларда мал ұстайтын малшылар өте көп. Бұл Қазақстанның кез келген жерінде бар. Таулы аймағы болсын, шөлейтті зоналы аймағы болсын, барлық жерінде, мәселен, шілікті болмаған мен қамысты жерлер көп. Сондай жерлерде уақ малды болсын, жас төлдеген малдың төлін болсын, ит құс тартып кетеді, тырнақты іліп кетеді деген секілді. Сондай кезде соның барлығына қорған болатын нәрсе не ол? Төбет емес, ол тазы қазақтың. Ал ол тазы біріншіден алғыр болу керек, жүйрік болу керек, және жүректі болу керек. Сондай жағдайда, сондай параметрлерге сәйкес келсе, ол малшылардың қолында алтынмен пара-пар дүние. Жақсы, олай болса, әңгімені келесі арнаға бұрайық. Жаңа әңгіменің басында айттық, аңшылық туралы әңгіме деп. Мысалы, қазір тазы жүгіртіп құс алмай-ақ қойсын, бірақ қолына мылтық ұстамайтын, өзін аңшы сезінбейтін адам кемде-кем. Иә. Еркін тартылымда бар ғой. Иә, бар. Жаңағы құқығын алсаң болды, қару ұстау құқығын алсаң болды. Мысалы, менің ойымша бір қарасам осы аңшылықты мына сейіл, өзің жаңағы бір серуен құрып, өзің шаршауын шығарып, қазіргі тілмен айтсаң, стресс шығарып келетін шаруа емес. Керісінше қанша қоян, қанша қағаз атып тастағаныңды көрсетіп, мақтанып, болмаса жаңағы аузын буған қасқырды жиппен басып кетуді мақтан көретін деңгейге жетіп қалған секілдіміз. Қалай ойлайсың? Өте дұрыс айтасың. Жалпы қолына қару ұстағанның барлығы өзін аңшы сезінетіндер шынында да көбейіп кетті. Жасырын емес, арамызда да бар ондай азаматтар. Олар да таз ұстауы мүмкін, олар да жаңағы құс салуы мүмкін. Бірақ көп жағдайда сол құсын итін шаршатпай-ақ
бар бек құрсыншы соны аттың үстінен кездессе атып ала салам ғой деп мылтығын тақымына басып қанжығасына байлап алып кете беретін азаматтар бар. Ондай азаматтарға біз қой деп айта алмаймыз. Аңшылықтың ішінде өзі аңшылық танымда қазаққа тән мергеншілік, яғни мергендік деген нәрсе бар. Ал бірақ бұлардікі қандай? Бұлардың аңшылығы көп жағдайда тоспадан тосып алады. Тоспадан. Егер тоспадан итпен немесе құспен тосып болса, онда ол қалың стратегия, тұтасымен. Ол әскери соғыс тәсілдерінен кем емес деп айтар едім. Ал жоқ, тоспадан қарумен күтіп алған деген сөз енді қазақ танымға салсаң жігіттікке жараспайтын дүние. Бұл аңшылардың көпшілігін өзім аңшыларға қатарына жатқыза алмаймын. Өйткені себебі бұлардың көбіне браконьерлерге жатқызуға болады. Яғни табиғатты аялауды, табиғатпен түсінісуді, табиғатпен тілдесуді жиып қоя тұрып, табиғатқа есепсіз зиян келтіретін көктемде де, ерте көктемде, жаз ортасында мылтық атып жүретін жігіттерді көріп жүрміз. Қой деп те айтамыз, мәселен. Қой өзінің танымына сәйкес түсініп, обал болады ғой деп қойып жүрген жігіттер бар. Ал бірақ обал сауабыңа қарамай, маған ештеңе етпейді, маған ет болса болды, маған иттеріме азық болса болды, тамақ болса болды деп бытырлатып ата беретіндер де бар. Ет болса болды деген жеріңнен әңгімең араласайыншы. Мысалы, қазіргі аңшылар ет болса болды деп ойламайды ау деймін. Егер мысалы ет болса болды деп отыратын кісі болса, ол бір қазды атып, соның етін әкеп бала-шағасына беріп отыратын еді да. Ал біздікілер 20-30 қазды атып тастайды да, жаңағы әлеуметтік желіге суретін салып мақтанып, сол жағын таудай қылып үйіліп қояды мысалы. Енді ет болса болды. Мысалы, енді бір сөзбенен айтқан кезде, мысалы, Қамбар батыр 60 үйлі арығы мен 90 үйлі тобырын асырау үшін атқан еді кезінде. Біз білетін аңыз бойынша. Бұлар несіне жетсе атып отыр. Менің сөзім рас екен көрдің бе, Сәбит Шүкірді? Алхамдулилля. Сау. Айтып отқан сөзіңнің жаны бар. Бірақ сонша жерге аң аулауға барғаннан кейін, енді оның өзіндік шығындары бар ма? Мысалға, көлік жалдап барады, біреуге көлігі жоқтар, немесе біреудің көлігіне мінгесіп барады, бәрібір жол ақысын төлеу керек деген секілді. Барғанда жатқан тұрғаны жүрісі тұрыс. Көп жағдайда көбінің ойлайтыны осындай материалдық сол шығынымды ақтап, ең құрығанда бір молда көтергенімде алып кетсем, барғанда болмағанда жаңағы үйге келгендерге оны мүнісін ұстатам ғой деген сондай психология басымды, оны мойындау керек. Ал бірақ ол психологиямен біздің қазақтың аңшылық танымы ұзаққа бара қоймайды. Мәселен, жаңа мылтық ұстайтындардың көбісі құстың келуі, қайтуына байланысты қолына қару алатын жігіттер ғой. Өзі таңдап тұрып, қазақ бұрын әлсізін, мейді реті келсе, өздігінен ұша алмайтын, өздігінен жүріп тұру, қозғалысы шектелген, сондай, қалай айтсақ болады, жасы келгенін деп айтайықшы, сондай құстарды алады. Ал енді семізін, енді келіп ұябасар болып, енді келіп сол мекенде паналауға келіп отырған құсты қазақ ешқашан атпайтын, үркітпейтін. Және құс өлдіруге де қолындағы құсына, қаршығасы болсын итерісіне, оның өзін құс өлдіретін кезінде балапан өргізіп жүрген кезде, балапан әлі қара қанатты өздігінен ұшуға жарамайтын кезде қазақ құс салмайтын. Қазір, осы төңіректе де, жер-жерде де бар бүркітшілер. Бүркіт ұстау да оңай емес, құсы бар, тамағы бар деген секілді. Сол құстың тамағы. Соған жемтік ретінде де кейде құсын қоя беретін жігіттер бар. Ондайларға енді бір заңдық тұрғыдан тоқтау деген нәрсе болу керек. Ал бірақ бізде заңның шектеуі, заңның тоқтауы көп жағдайда айран ішкен құтылып, шелек жалаған тұтылатын жағдайға жетіп отыр. Күні кеше ғана деп айтайын, осы орман шаруашылығының жігіттері біздің ортамызда жүрген бір жігітті жалғыз түйір тасымен қоян алған үшін браконьер деп қолын қайырып тастапты. Содан барып шаруаға араласуға тура келді. Жігіттер бұл қаруы жоқ, өзі жаяу жүр. Тазысымен енді қазір аңшылық маусымы ашылды қыркүйектің 5-нен бастап. Менің оны жаңағы аңшылық билеті болмағанмен, бірақ аңшы иті бар ғой, оны күнделікті бір мезгіл жүгіртіп отырған кезде алдынан кездескен қоянды алып тастаса,
ол енді аңшының кінәсі емес қой. Ол табиғат мақұлық қой жаңағы тазы деген. Кездесті, қызықты, қуды барып алды. Енді сол бір қойғанға бола соған іс қозғау деген нәрсе қаншалықты ақылға сияды. Деген кезде заң ортақ дейді. Ондай болатын болса, заң ортақ болатын болса, құстың келу қайтуына байланысты түрлі экипировкамен жатып алып басында жаңағы тура дән сепкендей құстың барлығын құлай қоғадай жапырып жатқызатын аңшыларды да ұстасын онда, мылтық ұстайтын. Дәстүрлі аңшылыққа жат қой өйткені. Мылтық асынасың ба, тау тасты жаяу кезіп, арқардың болмаса тау текенің тура жартастың, құз жартастың басында отырған кезде орнынан қалдырсаң, жел жағынан барып, дымыңды білдірмей, онда сен аңшысың, мергенсің. Атар кезде сықыр де сосын. Иә, ал енді тура жатқан жерін жатағын көріп тұрсың. Ағаштың сыбдырынан ол естуді естімеуі де мүмкін. Көк желкесінен келдің де қос ауыз мылтықты шіріппен басып жердің. Оның басы жоқ болып кетті. Енді одан ол аңнан бәрі бірден соң бауыздалмаған соң оның етін қайтып жейді, және ол қалай қорек болады бала шағасына. Атқан кезде жарайды, бісмилласын айта ма, айтпай ма, оның өзі жаңағыдай күмәнді нәрсе де көп жағдайда. Жалпы осы мәселеге тоқталайықшы. Мысалы, қазақ айтады, атарыңда сықырып ат дейді, болмаса қан шығар дейді. Не мағына береді ол? Ысқырып ату деген сөз мүмкіндік беру ғой. Қапы қалмасын деген. Қапы қалмасын, яғни қозғалып үлгерсін. Ал қозғалмай тұрған нысананы кез келген адам тізесін бір бүгіп, қолына мылтықты дұрыстап ұстай білсе, кез келген адам атады оны. Енді керемет мерген болмасақ та, былайша көздегеніміз тигізетіндей қауқарымыз бар да, сондай жігіттердің кез келгені оны атады. Ысқырып ат, үркітіп ат дейтін себебі мүмкіндік беру ғой. Жалпы қазақтың аңшылық танымында аңның тағдырын аңға, құстың тағдырын құсқа шештіру, бұл үлкен қазақтың демократиялық пайымының көрінісі де, және бұл қазақтың табиғатқа деген жанашырлығы. Мысалға, аңды көрдің, қоянды болсын, елікті болсын, қоңыраңның қайсысын болсын. Ек секірді, дереу тазыңды ағыта қойды. Немесе бос келе жатқан тазың қуа кетті. Сен оны енді алдынан қайырып беріп, немесе үстінен жаңағы жүгіретін тазыңды жетектеп алып, болмаса аттың үстіне мінгізіп алып, немесе көлікке отырғызып алып, қуып жетіп алдынан қайырып, ол көлденең қоса қойып, сосын соны алған видеоға түсіріп, әлеуметтік желіге жүктеп, менің тазым қырғын елік алып жатыр деген, ол енді өз-өзін алдау ғой былайша келгенде. Тазың жүгірмейтін болса, оны ондай кез келген кәнден итте де, тісі бар итте де, тура сөйтіп жүгіртуге болады ғой әрбірден соң. Ал бірақ олай саятшылыққа жата ма? Жатпайды. Мәселе сол қазақтың, әйтпесе ысқырық болмайтын жаңағыдай қару түрлеріне мемлекетте заңмен рұқсат беріп қояр еді. Мысалға, маған мылтықпен атқаннан садақпен болмаса мірмен атқан әлде қайда жеңіл. Неге білесің бе? Өткен себебі суылдатып, жаңағы гүрс еткізіп бір рет атқаннан кейін біреуін құлатсаң құлаттың, құлатпасаң қалғанын жанындағы басқа сол үйірдің немесе сол ұяның басқа аң қашып кетеді ғой. Сенде садақта ондай мүмкіндік бермейсің. Ағаштың төбесіне шығып аласың да, орынтаққа отырғызып алып, төбесіне тек сылдата бересің. Онымен он шақтысын қырып тастауға болады. Біздің мемлекеттік мысалға аңшылық туралы заңында бұл мәселе қатты қадағаланған. Яғни мір деп отқан арбалетпен аң аулауға тыйым салынған, сосын ашық емес алаңқайларда, орманды, тау-тасты жерлерде садақпен аң аулауға тыйым салынған. Ал енді ашық алаңда жазықта кездессе, ол садақты тигізе білу керек, өйткені желдің ыңғайы бар. Осындай нәрсенің барлығын ескеретін аңшы болса, онда қуанасың. Ал енді оны ескермей, көрінген жерден бір тазының күшігін алды екен деп, келесі жылы ол тазы нағыз аузынан атын ақсыны далаға шығарып, оң сол ол аңшылық маусымы болды ма, әлі төлін өргізіп үлгерді ме, үлгермеді ме, оған қарамастан қара беретін болса, онда ол аңшылық. Мысалы, биыл мынау коронавирустың жағдайына байланысты біраз адамдар шетелге шыға алмай қалды. Бұл енді бір қарасаң ішкі туризмді дамытудың жақсы мүмкіндігі еді. Бірақ мына көбейтузден кейін мен ойланып қалдым. Сол бүлдіргіштер шетеліне барып бүлдіре берсін деп. Бірақ енді мысалы осы аңшылықты біз туризм деңгейіне көтере аламыз ба? Туризм деңгейіне неге көтере алмаймыз? Мен бір жағдайды айтайын, 2014 жылы маған Еуропадан бір 54 жаста бір келіншек хабарласты.
неден әлеуметтік желіге. Соны әртүрлі видеоларымды, фотоларымды салып жүрген кезде енді аудармашылар арқылы сөйлестік. Содан ол кісі келуге келісті. Астанаға келді, күтіп алдық, әрбір алып жүрдік. Сосын қазақтың аңшылығын даладағы мынау Африканың сафари тур дейді ғой. Тура сондай сафари тур болмағанмен тазылармен жаңағы нені алып жатқан ең құрығанда бір керемет қасқыр алатын мүмкіндік, негізі қасқыр алғанын көрсем деп келген, бірақ ол жол өкінішке орай қасқыр кездеспеді. Тазылардың сол қара жерде қамыстың арасынан қабанды алып шығып жатқанын көрсеттік. Соған сол кезде ол келіншек өзі сондай қызығады екен, өзін ұқсаған қолында фотоаппараты бар, яғни фото түсіруге, сондай табиғатпен, пейзажбен ауыратын адам көрініп тұр, қатты беріліп кеткендігі. Сол кісі сол келіп кеткендігіне бізге басқасын біз одан ештеңе сұрағанымыз жоқ. $4000 ақша беріп кетті. Өзің ойла. Енді бір мысалы шетелдік туристің әрқайсысына $4000 демей-ақ қояйын, $1000 әрқайсысы тастап кетіп отырғанда, келген жеріне тастап кетіп отырған. Біздің Қазақстанда қазір 11 ұзын ырғасы, тазы деген сипатқа келетін ұзын ырғасы бір 15.000-17.000-дай тазы бар. Солардың әрқайсысы сондай потенциальный турист тарта алатындай мүмкіндігі бар ғой. Біреу қоян алған қызықтағысы келеді, біреу күзен алған қызықтағысы келеді. Әлемдегі мысалы аңшылыққа, мынау сафариға, жалпы табиғатқа қызығатын адамдардың әрқайсысының қызығушылығы әртүрлі. Солардың барлығын қызығушылығын қанағаттандыра алсақ, біздің экономикамыздың жоқ дегенде бір 20-25%-ын көтеріп тастауға болады. Мысалы, этнотуризммен. Мысалы, Монғолияда біздің ауылда 10.000 халық тұрады. Бір жылда келетін турист 5.000. Тек ауылға ғана келетін турист 5.000. Қандай керемет. Ол жердегі мәселе көбінде табиғатқа, сосын бүркітшілікке қызығып келеді. Иә. Ал біз неге осы тазыны сондай деңгейге көтермейміз? Мысалы, шетелдік жаңағы чихуахуа, анау кәндек. Ең сұранысқа ит сол екен. Әлемдегі ең сұранысқа стресске душар болған адамдардың барлығы соны асырайды екен. Ал қазақта екі нәрсе болмаған. Біреу психолог болмаған, біреу стресс болмаған. Өйткені стрессін шығаратын дүниесі жетерін еді. Соны біз неге тазыны сол деңгейге көтермейміз? Енді біздегі қазір инфраструктураға келейікші, тазыны көтермес бұрын. Күні кеше ғана өзім 10 күн жүріп келдім. Тау тасты кезіп, алаңсыз жабайы болып кетуге шақ қалып барып, сосын қайтадан әлеуметке қосылып отырған жайымыз бар. Астанадан қатты ұзаған жоқпыз. Осы жерден 270 км жер, Қарағандының ар жағында 70 км жер ғой енді. Сол жерде Шопа дейтін ауылда бір досымыз бар еді, соған аңшылап бардық. Аңшылап барғанда тазыларымызды бойын жазып, еркін серуендеп, қаланың іргесінде тар қапаста жүгірте бергенде қиындау енді. Тау тас көрсін, өзінше жеке үй салсын деген секілді. Сөйтіп бардық. Барғанымыз 10 күндей жаттық. Ақсу, Қызылқой, Шопа, бар жағында Қармыз, мына Шетаудан қарсы бетінде Ақтөбе дейтін ауыл. Сол төңіректің барлығының малшылармен, сол төңіректің халқының әлеуметтік жағдайын көрдік та, халықтың дені малмен отыр. Барлығында Құдайға шүкір тазы бар. Жоқ емес. Бірақ оларда атта жоқ емес бар. Жарақты кәдімгі бәйгәті, тау-тасқа еркін мініп түсетін жүрдек керемет жорға. Су жорға болмағанмен, тау-тасқа аяң жорғаның өзі жетеді. Бүйректі соқпайтын. Сондай аттарына дейін бар. Тауы да керемет, тасы да керемет, көрсететін жер жетеді. Және сол мына Бұғылы Тағыл дейтін тау өзі қазақтың ежелден сал серлер жиналып, жаңа етегіне мыңғырған малды айдатып қойып, шетінен сойып жеп жатып, тазысы мен бүркітін сынататын жер болған әу бастан. Ал сол жердің өзінде таңертең үпеткен желден жарық сөніп қалады, бітті. Жоқ. Жарықты не қыласың сен? Тауда аралаған жүрсің емес. Тауда аралаған жүрсің. Мәселен, келген қонағыңа, келген жұртыңа күнделікті жуынып шайынатын, өзіндік еркін сондай нәрселер жасап қою үшін ол жерде жарық міндетті түрде болу керек. Бұл қарапайым халықтың салыққа төлеп отырған дүниесінен тұтынатын игілігі. Ол мемлекеттен бас артық нәрсе сұрап отырған жоқ, өйткені малмен шаруасымен отыр олар. Ал енді таудың басына шыққан кезде жаңағы айналып өзің байланыс деген нәрсе мүлде ұстамай қалады. Байланыс жерлер тас жолдан жаңағы Шопа деген ауылда біз шыққан Мадияр деген таудың биіктігі
енді бір аса биік болмағанмен тас жолдан ара қашықтық бір 5-6 шақырым ғана. Сонда тас жолдан 5-6 шақырым ол адам ұзаса бітті, байланыс жоқ деген сөз. Ал енді ол туризмді дамыту үшін ол жерде жерді білмейтін, жергілікті тау-тасты бұрын шығып көрмеген адамдардың жанында еріп жүргеннен кейін жер білетін адам болу керек. Не болмаса қарапайым біз қаладан осындай бір туристік компания ол жерге ертіп бару үшін ол жерде қолыңда байланыс телефоның болу керек қой. А қашанғы рациямен жүресің, шиық-шиық етіп аңның бәрін үркітіп. Ол рацияның шиқылынан мәселен және оның толқындарынан сен аң тоқтамайды ол жерде. Бір рет ана үркісе, одан кейін ол аңды сен не фотоға да не видеоға да түсіре алмайсың. А мәселе бұл жерде шетелдің мына туризм саласындағы, именно экотуризм саласында көрсететін дүниесіне табиғи байлығы ғой. Аңын көрсету, табиғатын көрсету, соның құсын көрсету. Қарапайым шөпті, өсімдіктердің әрқайсысын жеке-жеке мысалға характеристикасын сипаттап айтып бере алсаң, онда турист келеді. Ал сен келіп алсаң, ол туристке ешқандай жуынып шайынатын жағдай жоқ. Аттың терінің иісі қандай бұрқырайтынын өзің білесің. Ал оған көнетін адамдар, көнбейтін адамдар. Сондықтан алдымен біз мына керекті, қажетті жағдайды жасап алсақ, оған материалдық база бізде толық жетеді. Енді мысалы жаңағы тазыға қайта оралайықшы. Мысалы сенде неше таз ұстап отырсың қазір? 10 таз ұстап отырмын. 10 таз, иә? А бір тазын ұстауға қанша қаражатың кетеді сенің? Мысалы қарапайым адам ретінде. Енді бір айда деп айтайыншы, бір айда мен солардың барлығына бір адамның айлығын жұмсаймын. Орта есеппен бір адамның айлығын жұмсаймын. Тамағы, ішіп жемі, содан кейін әрбір алып жүруі деген секілді. Сосын дәрі-дәрмегі, енді бұрынғыдай ауылдағыдай жаңағы күнделікті оны дәрі-дәрмек бермей айран сүтпен бағып отырған ешкім жоқ қой. Қаланың қалдық тамағы болғаннан кейін неге? Өткен себебі оған арнайы күтіммен тұрған дүние өте қиын. Қалдық тамағы деп неге айтамыз? Өткен себебі біз көбіне базарлардан мынау сүйектер бар ғой, ет сылынып алған. Сондай сүйектерді алып, соны арнайы аппаратта, арнайы станокта ұнтап, сосын соны қайнатып пісіріп беріп отырмыз. Ал ол бәрібір қалдық тамақ өзі жұлып, өзі тартып жемегеннен кейін ол қиындау. Ауылдық жердегі азаматтардың таз ұстауға мүмкіндігі әлдеқайда жоғары. Біріншіден, ауыл арасында ит үшін араласпайды ешкім. Қазір тазың, Құдай сақтасын, көшеге шығып кетіп, біреудің кетіп бара жатқан итін, жаңағы айтып отқан чихуа құсағы бірдеңесін талады, оны жай ғана таламайды, оны жұтып қою мүмкін ол тазы ше. Шындап келгенде, енді аңшиды қой. Сондай бірдеңесіне тиіскен күннің өзінде ол міндетті түрде участковый шақырады, міндетті түрде келеді, айыппұл толтырады, оның барлығы бар. Ауылдық жерде де енді өзі ұқыптап, ықтияттап, бағып отырған азаматтарға аса бір ондай шектеу жоқ. Сондықтан қазақтың қазіргі елді мекендерімен көп жерлерді білем, тазысы жоқ ауылдарды білем. Бір ауылда бір тазы емге тапсаң таптың, таппасаң ол да жоқ дейтіндей. Сосын ондай жерлер және не бір жаман дымға жарамайтын, іске аспайтын, кәдеге келмейтін тазылардың күшігін бәленбай мыңнан алтынмен бағалап сатып отқан жағдайлар. Олардың жұмыстарын енді ол селекциялық жұмыс деп айтуға келмейді. Мысалы, қазір қалада адамдар жаңағы зоомәдениет деп ит мысық асырайды. Оған ешкім ештеңе деп жатқан жоқ. Ал бір кезде қазақ тазысын ұстады, жеке үй тігіп отырып ұстады бір кезде. Иә, себебі бар ғой. Қазір, иә, ол бар ғой. Қазір неге қаланың халқы сол ана иттерді емес, зоомәдениеттің иттерін емес, өзіміздің тазыларды неге ұстамайды? Жалпы тазы деген қазақтың ұлттық құндылығы деп сөз басында айттық қой. Сен мен менің екеуміз бас қосылған кезде ғана неге деп айтатындай сөз емес те ол. Ол тұтас осы мемлекеттің әрбір мүшесі, әрбір азаматы, әрбір осы елдің мен дейтін бір бөлшегі айналысатын. Айналыспаса сол арқылы соны сырттай болсын, сөзмен болсын қорғап жүретіндей деңгейде болуымыз керек те. Сондай жағдайда ғана біздің тазының жалпы таз ұстау мәдениеті әлдеқайда көтеріледі. Бұл бұрыннан өз бабаларымыз салып кеткен дәстүр ғой. Жаңа өзің айтып отқандай жеке үй тігіп ұстаған бабаларымыз неге жеке үй тігіп ұстаған? Өткен себебі
ол еркін біріншіден үйдің ішінде еркін жүреді. Ол үйде және қазақ осы күнгі қазақ қате түсініп жүргендей ол үйдің ішінде өздері тұрмаған, өздері жатпаған. Ол тазыға арнайы жеке тігілген үй және сонымен бірге солай алып жүреді. Біріншіден вольер қажет жоқ қой қазіргідей. Және үйдің орнын ауыстыра салу өте оңай. Астын тазалап алдың, сәл иіс қоңыс пайда болған кезде ол үйді жықтың да келесі бір ашық алаңқайға апарып тіге салдың. Біріншіден салқын, ыстық күндер. Екіншіден әр қорған көпшіліктің келген адамның мәселен небір сұғанақ адам болуы бар ғой. Жай бір керемет танысын іліп те кететін, ертіп те кететін, ұрлап та кететін жағдай. Және қазақта өз пышақпен итке келген кезде өз саудасы жүрмейтін, тек қана сол берсе қолынан бермесе жолынан дейтін шаруамен шешілген. Ондай дүниелердің барлығын сол кісі көзі түспесін деп жеке үй тіктіріп отырған. Ал енді қазіргі жағдайда жаңа өзің айтып отырған зор мәдениет өкілдері деп айтайықшы енді бір жалпы ортақ атаумен. Ондай адамдарға жарнамасы көбірек болған. Лайка немесе жаңағыдай үнемі шетелдік мына кинолардың персонажы ретінде түспейтін хаски болмаса арнайы бір керемет алып күштің иесі болып сіңіп кеткен Сен бер нәр мысалға Бетховен деген кино арқылы сондай дүниелер арқылы яғни жарнамасы халыққа өтіп кеткен. Біздің қазақ өзі енді қазақ десек өзімізге тиеді ғой айналып келгенде. Бірақ еліктеу солықтау деген дүниеден әлі де арыла алмай отырмыз. Бұрын өз қолындағы бар дүниесін ғана ұқсатып, өз қолындағы бар дүниесімен тәуелсіз еді қазақ. Қазір қазақ тәуелсіз мемлекет деген атау болғанымен, бірақ рухани тұрғыдан көп дүниеге шетелдің жарнамасына тәуелді болып қалды. Ол мойындасақ та, мойындамасақ та ащы шындығымыз сол. Сондықтан мен көп кинематограф жігіттерге де айтып жүрмін. Жаңа өзің айтқан кеңес үкіметінің энциклопедиясына кірген тұйғын туралы, немесе Қалекеңнің мына 70-ші жылдары Қалекең Қалиұлы Ақсақал жылқы баққан. Ол кездегі жылқы танымы, жылқы бағу тәсілі вахталық тәсілмен 15 күн бір бригада, 15 күн бір бригада. Сонда Қалекең түскен вахтаға түскен кезде қасқырға бір жабағы тай емес, бір құлын алдырмайтын Сұргек деген ит болған. Екінші бригада 15 күнде 15-20 құлынды бірақ беретін болған. Содан бұл мына енді үкіметтің малы ғой бәрі. Санағы бар, есебі бар деген секілді. Үкіметтің адамдары ашуланып келіп, тексеріп, комиссия құрып арнайы зерттеу жүргізеді ғой. Сонда жұрттың бәрі орысы да, қазағы да, в той бригаде же Сұргек ес деп айтатын көрінеді. Сұргек деген не бәле деген ғой жаңағы орыс. Сосын Сұргек деген тазы қарапайым. Әлді қасқыр алатын кәдімгі. Жекпе-жек қасқыр алып жүрген сондай тазы болған. Және сол тазыны кейіннен солар өздері көзімен көрген. 15 күн қасында вахтада жатқан қасқыр келіп айналып келген кезде жалын күжірейтіп алып, шынжырды сүйреген кезде шошиды екен, ағытып қоя береді екен. Сонда жылқының үйезінен анау сыртынан тағы 5 шақырым 10 шақырым айналып жүреді екен, тынбай күндізіне. Сөйтіп жүріп қорғайтын тазылар болды ғой. Осындай тазылар туралы дайын сценарий қойып тұрған. Егер соған кино түсіретін кино мамандар келіп, осындай қазақтың тазысы туралы кино түсірейік дейтін болса, оны жазып беруге біз қазір дайынбыз ғой. Мәселе сонда. Оған айналып келгенде жаңағыдай кешенді жоспарлы жұмыстар болмаса, бір 5-6 жігіттің энтузиаст азаматтардың жай ғана өзі осы қазақтың тазысы құрып кетпесін деп, жойылып кетпесін деп ұстап отырған дүниесімен ол қазақтың аңшылық танымы көркейіп кетпейді және қазақтың тазысы да керемет гүлденіп әлемдік аренаға шығып кетпейді. Бұның барлығы қазір тек шықпа жаным шықпамен ілдекерлеп отырған ғана шаруа. Осыдан 10 жыл бұрын, 15 жыл бұрын деп айтайын, 2000-2005 жылдардың шамасында біз дейін дұрыс жүгіретін таза тұқымды тазы таппай қиналғанбыз. Жүгіретін тазы таппай. Сосын сырттан жігіттер мына небір қалталы азаматтар бар әйтеуір тазы ұстап жүрген. Сондай азаматтар түрлі тазыларды жан-жақтан алып келіп кезінде шығып кеткен. Сол арқылы сосын жерде тау, тас, қия шатқалдың арасында қалып қойған ауылдар, қыстақтарды аралап, сондай жерлерден тазының күшігін әкеп, Еркебұлан дейтін досым бар. Сәрсенбеков Еркебұлан деген. Енді керемет әнші жігіт. Сол екеуміз бір тазының күшігін алу үшін ол музыкант мен жаңа асабы той басқарған күндеріміз болған. Соны Астанаға алып келейікші, содан тұқым алайықшы, өрбітейікші, өсірейікші деп. Ал оның алдында mesela біздің алдымызда ағаларымыз қаншама еңбек істеген. Сол бұрынғы ескі тұйғыннан келе жатқан
тұқымды әйтпесе тұйғын секілді тазылар аз болды ма сол заманда? 60-шы жылдар ғана бұл. 60-шы 70-ші жылдардың кезі. Ол кезде деген қазақтың әр үйінде кемінде 5-6 тазыдан және әрқайсысы жеке-жеке бөрі басар тазылар ғой, солар қарулы. Мықты деген. Сондай тазылардың барлығынан біз дерегінен айырылып қалдық. Қазір енді мынау кезінде қажетсіз болды ау деп кеткен тазылардың тұқымдарын қайта бір-біріне қосып, қайта жаңа тұқым шығаруға, осы тұқымды қалыптастырып қалуға жанталасып жатқан жігіттер. Енді тазы асырайын деген жігіттерге бір кеңес айтшы сен, мынандай. Мысалы, қырғыздың несі бар, тайғаны бар, Ауғанстанның тазысы бар, сосын кейін қазақтың тазысы бар, Россияның ұстап отырғандары бар. Біздікі деп ұстап отыр, бірақ олардың түбінде таз ұстайтын негіз жоқ. Ана кешегі мына қазір біз өзіміз 750 жылдығын атап өтіп отырған Алтын Орданың дәуірінен қақып кеткен ғой, ол негізі. Айтпесе оларда бертінде оларда таз ұстайтындай негіз жоқ. Бірақ осыдан қазақтың тазысын қалай ажыратып алуға болады? Жаңа тайгеннен болмаса ауғанның салпан-құлақтарынан. Жалпы ауғанның салпан-құлақтарынан бастайықшы. Негізі тазы тұқымдастардың ішінде ең ежелгісі осылар. Бірақ қазір таза қанды ауған тұқымды тазы қалмады. Неге деп америкалықтар 70-ші жылдарда аяқ кезінде, орта кезінде Ауғанстанға көп кірді. Және сол арқылы ауғанның жарақты, олар да қарулы иттер болған басында. Сондай қарулы иттерін көптеп шығарды. Кейіннен бұлар декоративті мақсатта жүндес пудель деген ит бар ғой. Сондай пудель деген итпен қан қосып, бұлар тіпті жүндес, жүні бір үлпілдеген бір сондай бір қаланың ішінде мариноз қойлар секілді ме? Сән үшін ұстайтын сондай иттерді шығарды. Шығарды да, ол шығарғаннан кейін сосын сол тұқымды афганская барзая деп, яғни ауған тазысы деп олар халықаралық кинологиялық орталыққа бекіттірді. Ауғанның өздері емес, американдықтар. Солар бекіткеннен кейін олар өздерінің тұқымдарынан айырылып қалды. Әйтпесе олардың қазақ тазысынан айырмашылық бір-ақ жерінде ғана болатын, тұмсығында. Қазақтың тазылары жалпы шықшытты келеді. Қасқыр шеке келеді. Қақпан ауыз болады. Сосын құлын бас, құлын тұмсық деп айта береді енді. Сондай болады. Бірақ қазақ біз тұмсық, тілгі тұмсық тазыны қатты бір қызық ұстаған емес. Кейіннен жаңағы ауған тазыларынан барған, сосын осы қазақтың тазыларынан да тұқым алу арқылы бұлар арабтардың слуги дейтін иттерін қосу арқылы салюки деген ит шығарды. Бұлардың бір айырмашылығы өте жүрексіз келеді. Қорқақ. Қорқақ болғанда да енді ол білмей қорқақ деп айту. Қорқақ деген сөздің өзі олар үшін жеткіліксіз ба? Жеткіліксіз, сипаттайтын сөз таба алмайды. Түлкінің өзіне ойланып түсетін тазылар жаңағылар. Енді кейіннен ол тазылар бізге де қазақ даласына келді ғой, ондай тазылар. Қосылды бірталай жүйріктігін қосқанмен, енді туыстас тұқымды жаңартып, тірілтіп алу үшін ондай тәсіл жалпы генетикада бар нәрсе, генеалогияда қолданылады. Солай біздің жігіттер шетелден сол салюки тұқымды бір арланды алып келіп, қазақ тазысына қосып, сол арқылы бір жандандырған жұмыстар болды. Бірақ ол жұмыстар 10 жыл өткеннен кейін өзінің нәтижесіздігін көрсетті. Неге? 10 жыл уақытымыз босқа кетті. Бұл иттер жақсы жүгіреді, жақсы жұмыс жасайды. Дегенде бәріміз солай ойлады. Ал бірақ кейіннен ат тізесінде күн ұзақ жүрген кезде бұлар тез шаршайтын, орта жолда талатын тазылар екенін дәлелдеді. Жұқа табан. Жұқа, табаны жұқа, желегінің майы жұқа, енді сүйек бітімі жалпы жұқа ғой, енді қазақтың тазы секілді қарулы емес. Сөйтіп, жігіттер қайсадан қазақ тазыға ойыса бастады. Баяғы сол жүндес, 4 бақ келген ірі, жуан, әлде қарулы тазыларды ұстай бастады. Сосын қазақтың тазыға қоятын өзі параметрлері бар. Мәселен, қазақтың тазысының жамбасы, құйрық жамбастың 2 ұршығы бар, содан төмен дереу шотпен шапқандай бірден еңкіш болып төмен түсу керек. Сосын соның ұшынан бар құйрық
айналу керек, және ол құйрық айналған кезде құйрықтың ұшы реті келсе артқы тірсектің иіннен барып айналып түссе ол дұрыс нәрсе. Және бас сүйек бітіміне қатысты. Енді төбесіне қараған кезде бәрі садақтың жебесі секілді болады, бірақ садақтың жебесінің өзі түрлі ғой, жаңа қозы жауырын көкөз арысқалық деген секілді. Сондай жебенің формасына сәйкес әртүрлі болатындай, бұлардың да бас сүйегі тазының жаңа айтып отырған 3 параметр. Ол қақпан ауыз дейді, көбіне тұмсығы қысқа болғанмен, бірақ тұмсықтың ұшынан жаққа дейінгі аралық серіппелі қақпан секілді болып тұрады. Қарулы. Сосын жаңа екінші айтып отырған бұл қасқыр шеке. Көбіне қазақ даласында кездесетін тазылардың көбі қасқыр шеке, яғни шықшытты болған. Ондай тазылар ұстаған аңын оңайлықпен жібере қоймайды. Ал енді жаңа арабтың сұлу биі, болмағанда несі, ауғанның тазысы, бұлардың барлығы тұмсығы біз тұмсық, жіңішке болып. Ол біз тұмсықтардың ішінде алға шығып тұрған орыстың иті. Орыстың екі итінің екеуі де. Сосын ағылшындардың өздерінің түрлі әлемнің бүкіл жүйрік иттерін қосып шығарған, жүгіретін иттерін қосып шығарған грейхаунд дейтін иттер бар. Олар да сондай. Бірақ олар енді шыны керек таза мақұлық. Не иіс алмайды, аңды қайсы, мал қайсы ажырату білмейді. Жүгіруге не? Иә, тек көрген кезде ғана жүгіреді. Қазақтың тазысы секілді өзі жатқан жерде қарағанның арасында жатып қалған аңды қуып шығып, да жазыққа алып шығып, өзі қуып жетіп алу деген ондай дүние жоқ. Олар тек шалады, жақсы шалады, шалымды. Дегенде сосын ұшқыр бітті. 1 шақырымға жетер-жетпес жерде ол тоқтап қалады. Кәдімгі қазақтың ұшқыр аттары бар ғой, ауыл арасында көкпар шабатын. Тура сондай секілді. Ал қазақтың тазысы қыза келеді, жүр сала келеді, ашыла береді ғой. Бұл бірінші. Сосын таз ұстайтын жігіттерге айтарым, жалпы алатын күшіктің көзі қарша көз болса, қандай жағдайда да ол Алла тағала ол күшікке қаршығаның көзін беріп тұрған кезде ол сорлы болып қалмайды. Осыны ескерсе, қазір көп тазылар бар енді. Дене бітімі, сүйек бітімі бәрі керемет, бірақ бас сүйегіне кірген кезде әттеген-ай дейсің де қаласың. Көздері бөлейіп, түлкі көздер, немесе сілеусіннің көзі ұқсап сығырайып, сілеусіннің көзіндей сығырайған тазылар алыстағы аңды ұзақтан көре алмайды. Сондай дүниелерді ескерсе, ал енді оны ескеру үшін ондай дүниені тіпті сол саланы нақты бір жетік білетін маманға айналу үшін ол кинологиялық курс бітірудің қажеті жоқ қазақтың жігіттеріне. Бұл үшін қазақтың жыр термесі, дәстүрлі дала философиясы, содан кейін жыраулар поэзиясындағы айтылатын әңгімелер, сосын аңыздар бар. Осылардың ішінде бүкіл қазақтың аңшылық танымы тұтасымен тұнып тұр. Рахмет. Бір сөзіңді айтып қалдың, қазақтың ауыз әдебиетінде толып тұр деп. Өткенде бір әңгімеде өзіңді айтып едің, осыған қатысты кітап құрастыру ойда бар деп. Сол жағы қалай болып жатыр? Енді сүйіншілі жаңалық деп айтайын енді, бірақ енді қашпаған қашардың өзінен дәметпей-ақ қояқ. Аллаға шүкір, қазақтың аңшылық танымы деген кітаптың бірінші томын сол саятшылық бағытына деп арнадық. Ол кітап қазір бітіп тұр. Бітіп тұрғанда жазып біттік, жинақтадық, қазір өңдеп жатыр. Ендігі кезек оны шығару. Енді шығаруға бір демеуші болатын азаматтар болса болды, болмаса өз қаражатымызбен шамамыз жеткенше көрерміз. Ал екінші том ол құсбегілікке арналады, тұтас. Және бұл 5 том қазақтың аңшылық танымы енді мен үшін, жалғыз өзім үшін ауыр тақырып, өте көлемді тақырып, басында барлығын бір кітаптың ішіне жинақтап сыйғызсам ба дегенде ой болған, шамама қарай. Бірақ ол дүние кемшін болатынын түсіндім. Себебі біреуінің басы бар, біреуінің аяғы жоқ болып қалатыны көрініп қалды. Содан кейін жеке-жеке әрқайсының өзіндік орнымен бөлуді ниет еттік, және солай бөлдік. Қазір енді кітап, көлемді кітап болып тұр. Және бір қызық нәрсені айтайын, ол жерде қазақтың аңшылық танымына қатысты жаңа сөз басында айттық қой. Ерсі дегеннен бастадық қой әңгімемізді. Сол ерсі секілді ұмыт қалған, неологизмнен тіпті архаизмге айналып кеткен, мағынасы ішкі мәнін жойып алған 4000-ға жуық
сөздің мәні, мағынасы, әу баста қолданыстағы мағынасы ашылып тұр. Сондықтан бұл да бір қазақтың этнографиялық танымына бір үлкен сүбелі үлес болады деп ойлаймын. Оны арғысын Алла біледі, арық айтып семіз шық дейді ғой. Қалған баспадан шығып, қолымызға алып, өздерің секілді азаматтарды жиып тұсаукесерін жасаған кезде тағысын тағы талдай жатармыз. Бастысы сол. Рахмет, Ұлағат, келіп уақытыңды бөлгеніңе. Аман есен бол. Істеріңе Құдай береке берсін.